экскурсияға қош келдіңіздер. Виртуалды экскурсиямыздың тақырыбы қола дәуіріндегі Ұлытау Жезқазған өңіріндегі металлургиялық кешендер және металлургиялық жәдігерлер. Металлургия қола дәуірі біздің дәуірімізге дейінгі 2-3 мыңжылдықтан басталатыны белгілі. Көне замандағы металлургиялық кешендердің зерттелуі 20 ғасырдың басынан басталғаны тарихтан белгілі. Сіздердің көріп отырғандарыңыздай мысты балқытатын атасу пешінің үлгісі макетін көріп отырсыздар. Сонымен қоса осы пешті балқыту процесі кезінде пайдаланылатын еңбек құралдар. Бұл қайлар, кетпендер, мыс қорыту пешінің қалпына келтіруінің үлгісі, яғни реконструкциясын көріп отырсыздар. Сонымен қоса кен ұсататын құралдарды көріп отырсыздар. Осы кенді ұсату кезінде пайдаланылатын ыдыстарды көріп отырсыздар. Керамикадан жасалынған ыдыстар көріп отырғандарыңыз. Сонымен қоса кенді балқытқан кезде байыту кеннің үлгілерін көріп отырсыздар. Қалдықтарын көріп отырсыздар. Одан кейін барып сүйектен жасалынған еңбек құралдар, яғни жаурын. Көрдіңіздер ғой? Жаурын көріп отырсыздар. Осы балқыту процесі кезінде жасалынған жәдігерлерді қарап көріп отырсыздар. Бұл қола қару жарағы және найзаның ұштары. Найзаның ұштарымен қоса біздің музейімізде сақталынған әйел азаматтарының әшекей бұйымдарын тамашалап отырсыздар. Әшекей бұйымдарын тамашалап отырсыздар. Сонымен қоса бұлардың барлығы қоладан жасалынған жәдігерлер болып табылады. Енді Ұлытау Жезқазған өңіріндегі жалпы 20 ғасырдың 20-30 жылдарынан бастап осы өңірдегі металлургия процесі зерттеле бастады. Ең алғашқы зерттеген қазақтың ең алғашқы геолог ғалымы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың зерттеулерінде осы өңірде көптеп металлургиялық кешеннің қалдықтарының табылғандығы жайында мәліметтер бар геологиялық еңбектерінде. 1940 жылдардың орта кезінен бастап, нақтырақ 46 жылдан бастап, осы өңірге Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың тікелей шақыртуымен Николай Васильевич Волокинский деген әуесқой археолог келіп жұмыс істейді. Осы Волокинскийдің еңбегінің арқасында осы өңірге бұрын белгісіз металлургиялық кешендер ашылады. Солардың ішінде атап өтетін мына 3 кешенді айтуымызға болады. Бұл Милоғұдық, Сорғұдық және Айнакөл ескерткіштері. Осы ескерткіштер Волокинскийдің еңбектерінде ақырындап болса да зерттелінеді. Кейін 40 жылдардың аяқ кезінде, 50 жылдардың бас кезінде жарық көрген Әлки Хақанұлы Марғұланның еңбектерінде, әрі Волокинскийдің еңбектерінде осы металлургиялық пештер, кешендер туралы Жезқазған металлургиялық пештерінің топтамасы жайында жақсы өте әдемі мәліметтер келтіреді. 60 жылдар жарық көрген орталық Қазақстандағы Бегазы Дәндібай мәдениеті деген еңбекте Әлки Хақанұлы Марғұланның Волокинскийдің еңбектерін пайдалана отырып және өзінің археологиялық қазба жұмыстары кезінде жинаған деректерін пайдалана отырып, Әлки Хақанұлы Марғұлан осы өңірдің Еуразияның территориясындағы, яғни көшпелілер даласындағы ең ірі металлургиялық кешен болғандығын дәлелдеп жазған тұғын. Кейін бұл металлургиялық ескерткіштерді зерттеу ісімен 90 жылдардан бастап Қазақстан археологтары түбегейлі айналыса бастады. Соның арқасында ғылымға жаңа бір үлкен жаңалық әкелінді. Бұл жер асты шахталық типтегі пештер болып табылады. Мысалы, сіздер жаңа ғана металлургиялық пештердің жер бетіндегі атасу пешін тамашаласаңыздар, қазіргі кезде жер астында шахталық типтегі пештер зерттеліп жатыр. Ғылымда осы күнге дейін шахталық типтегі жер асты пештері Қазақстанның жерінде табылмағандығы жайында ғалымдар айтады.
Бұл Талдысай металлургиялық кешеніндегі пеш, жер асты пештері, бұл Қазақстандағы табылған ең алғашқы металлургиялық кешен болып табылады. Міне сонысымен бұл кешен өте маңызды. Ал мынау Атасу пеші, орталық Қазақстандағы табылған Атасу пешінің макеті, Атасу пеші, бұл жер бетіндегі пештер. Бұлардың екеуінің айырмашылығы міне осындай болып табылады. Орта келген кезде сіздер бүгінгі тамашалаған металлургияға байланысты мәселелеріңіздің ішінде сіздер Ұлытау Жезқазған өңірінің металлургиясының өте жақсы, керемет дамығандығын есте ұстауларыңызға болады. Құрметті көрермендер, тамашалағандарыңызға, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.